Алматының Алмасай деп жырлаған Бәкір Тәжібаевтың сөзіне Ескендір Хасанғалиев әуезді ән жазғанда талайлардың аузынан суы құрып, бала басындай апорт дәмін татқысы келген шағы есте. Заманауи техника алдыңғы шепке шыққан бүгінде жетер-межеңе жылдам әрі дәл мезетінде жеткізетін көліктің мәселесі өткір тұр. Сол үшін ғой Алматыдай алып шаһардың кептелісінде қақталғанда қала халқы жер асты көлігін аңсап, ендігіде Алматының метросай деп әңдетуге шақ қалған. Сәтін салса метромен арлы-берлі жүйткіген ақын сазгерлер шабыттанып, мұндай ән жырдың түр-түрлісін арнайтын күнде туды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев осы аптада қазақ тарихындағы тұңғыш метрополитенге сәт сапар тіледі. Дүние жүзінде 200-ден астам мемлекет болса, соның ішінде тек 40 мемлекетте ғана метро бар. Біз енді осы 40 елдің қатарына кірдік, деді Нұрсұлтан Әбішұлы ағынан жарылып. Задында метрополитен сөзін француз тілінен аударғанда астаналық темір жол мағынасын береді. Елбасы айтқан әлемнің 40 елінде жерасты көлігінің өз тарихы бар, ерекшелігі де өз алдына. Жер жаһанда ең көне лондондық метро саналады. Сонау 1863 жылы ашылған бірінші желісінде күймелерді алғашында ат жетектегенін әркім біле бермес. Ал ең ұзын метро Қытай астанасы Бейжіңде болмақ. 2020 жылы толық пайдалануға берілетін оның ұзындығы 561 шақырымға созылмақ. Швеция астанасы Стокгольмде метро тек көлік емес, мәдени шара өткізетін орынға айналыпты. Мұнда қылқалам шеберлері жиі көрме ұйымдастырады. Ал әзірге әлемдегі ең жаңа әрі заманауи жабдықталған алматылық метро несімен ерекше? Тарихи сәтке куә болған Жайнагүл Төлеміс тарқатып айтады. Алматылықтар бұл жер асты жолының құрылысын аттай 23 жыл күтті. 88-де басталған құрылыс 92-де тоқтап, 16 жылға кідірді. 2005 жылы Алматы қаласының даму бағдарламасы беккен тұста бұл жоба басым инвестициялық жобалардың қатарына еніп құрылысқа қайта қан жүгірді. Енді міне араға шамамен 7 жыл салып, 7 станция елдің игілігіне тапсырылып отыр. Метрополитеннің бірінші торабының ұзындығы 8,5 шақырымнан асады. Әзірге жолаушыларға электропойыздың 3 құрамы қызмет көрсетеді. Алматылық жерасты жолымен алғашында 30-40 мың адам қатынайды. Жолаушылар саны бара-бара арта түспек. Бір тәулікте 300 мың адам алып жүретін. Жылына 110 миллион адам таситын. Мынау Алматының экологиясына және жалпы мәдениетке Қазақстанның Алматының қандай екенін көргізу үшін үлкен табыс, тәуелсіздігіміздің мерекесіне үлкен сыйлық болды. Барлық метро құрылысшыларды, алматылықтарды шын жүрегімнен қуаныштарыңызбен құттықтаймын. Алматы метрополитені ТМД төңірегіндегі ең жаңа әрі ең заманауи құрылыс. Мұнда электропойыздарды басқару, байланыс, дабыл жүйесі, барлық технологиялық процестер автоматтандырылған. Мүгедек жандар да жер асты мініс арқылы еш қиналмастан қатынайды. Тоннельдің жоғарғы бөлігін бекіту үшін шпал ағаштар пайдаланылған жоқ. Ерекшелігі де сонда. Қабырғалар бір текті темір бетоннан қаланды. Сондықтан жолдың жоғарғы бөлігі берік, әрі сейсмикалық жағынан қауіпсіз. Қауіпсіз жағдайдың барлығы жан жақты шешілген бізде мысалы. Мынау видеосистеманы алайық. Басқа да мысалы системалар. Егерде адамдарды жерінде өтетін болса, мына вагонның өзінің ішінде видеосистема бар. Платформада, жердің астында, жүріп жатқан жердің барлығында, жолында мысалы адам қай жерде не істеп тұр, оның бәрі белгілі болып тұрады. Вагондарды оңтүстік кореялық Hyundai компаниясы Алматы метросына лайықтап құрастырды. Вагон ішіне жылу жүйесі, желдеткіш, түтін мен отты бірден сезетін дабыл құрылғысы орнатылған. Пойыз сағатына 40 шақырым жылдамдықпен жүйткиді. Бір бағытта 7 бірдей станцияны 14-16 минутта жүріп өтуге болады. Билет құны 80 теңге. Метроның сәулеті де ерекше. Райымбек, Жібек жолы, Алмалы, Абай, Алатау, Байқоңыр және Әуезов театр деп аталатын 7 бекет атауына лайық әрленген. Өзіміздің қазағымыздың тұңғыш метросы ашылғаны өте қуаныштымыз, бақыттымыз. Міне немереміз екеуміз соны көрейік деп, құттықтайық деп келдік. Біз студентпіз, бізге енді қиындат болады, автобуспен жүргенде мына жерде пробка болады шығар енді. Тез жүруді бізге өте керек өмірімізде. Метрополитен құрылысы зор әлеуметтік маңызға ие. 2017 жылға қарай жерасты жолының екінші торабы аяқталғанда 6 бекет салынып бітеді.
Жол шаһардың батысына қарай өсіп, қала сыртындағы 11 кент пен шағын ауданды қосады. Сөйтіп Алматы көшелеріндегі көлік нөпірі біршама толастап, жолаушылар жер астымен қатынай бастайды. Ғылым жетістіктері, тың еңбектер, өнер табыстар, өзгелде баламасы жоқ бірегей қондырғылар осы аптада арнайы көрмеге шығарылып, ғалымдар форумында елбасына таныстырылды. Қазақ ғалымдары комбайнның жетілген түрін құрастырды. Агротехникалық мәселелер және жаңа технологиялар ғылыми зерттеу институты комбайнға тұқымды магниттейтін құрылғы орнатты. Астық орылған кезде тұқым соғылып қалады. Ғалымдардың бұл өнер табысы тұқым бойындағы бұзылған молекулааралық байланысты қалпына келтіреді. Сөйтіп бидай 40%-ға ұзақ сақталып, сапасы арта түседі. Біз комбайнды бастырған кезде дәндегі селекционерлердің дәннің бойына салған биопотенциалын толық меңгере аламыз. Егер Қазақстанда құрғақшылық болған кезде, жаңбыр жаумаған кезде, осы магнитный стимулятор арқылы біз запрограммированный егіннің урожайын алуға болады. Қазақстандағы іргелі зерттеу институттары толықтай инновациялық жаңалықтарын көпшілік назарына ұсынды. Ұлттық биологиялық орталық ғылым үшін жұмбақ болып келген қатерлі ісік жасушаларын емдеудің құпиясын тапса, геология институты минералдың 20 түрін ашқан. Жуырда ғана геологтар көмірсутектен медицина тіпті ғарышта да кәдеге жарайтын ерекше қасиеті бар минерал алды. Оған Нұрназен деп ат берді. Бұл минерал ғалымдардың тәуелсіздік тойына тартуы. От имени геологов разрешите передать в дар музею первого президента 10 минералов, открытых нашими учеными за годы независимости Республики Казахстан. Спасибо. Тәуелсіздік алған 20 жылда қазақ ғылымы көш ілгеріледі. Бірақ шешімін таппаған түйткіл жетіп артылады. Форумда сол өзекті деген мәселелер көтерілді. Қазақстанда ғылыми қызметкерлердің саны аз. Украинада 1 миллион адамның 2000-ы. Ресейде 3000 ғылым жолында жүрсе, бізде 1000 адамның біреу ғана ізденуші. Оның үстіне ғылыми атағы барлардың көбі ұлы мұраттан көрі мансапты артық көреді. У нас было 200 советов. Штамповали 1000 кандидатов наук и докторов. Только один из 60 кандидатов пошел в науку, только один доктор наук пошел из 40 в науку. Зато чиновники, все депутаты стали докторами наук. Нельзя так проводить такую профанацию науки. Если хочешь заниматься наукой, то заниматься должен наукой. Ғылымға тек қосымша ат шалдырып қона салатын, қалағанда түстене кететін немқұрайлы көзқарас қоғамды шырмауықша шырмап тұр. Қазақстандық авторлардың жазған сызғаны халықаралық басылымдарға сирек ілігеді. Үлесі небары 0,2%. Және көп еңбек көл көсір табыс әкелмей көгеріп, шаң басып жатып қалады. Өнер табыс құрастырылған қондырғы кәсіпкерлерге таныстырылмайды, жарнамаланбайды, сөйтіп сатылмай жатады. Яғни ғылым жаңалығы табыс әкелмей, еңбектің қайтарымы жоқ. Дамыған елдерде саланы қаржыландыратын жеке сектор болса, бізде тек мемлекет, ғылым бір бөлек, бизнес өз жөнімен. Елбасы үкіметке ғылыми қауымдастық пен бизнес өндіріс арасында дәнекер болатын жаңа бағдарлама әзірлеуді тапсырды. Я поручаю сегодня правительству совместно с Фондом национального благосостояния «Самрок-Казна» до 1 февраля 2012 года разработать дорожную карту «Бизнес и наука 2020», где мы как раз определим участие бизнес-сообщества в научных разработках. И каждая компания должна, как я сказал, выделять 1% своих доходов на это исследование. Мемлекет ғылымды ынталандыруға күш салмақ. 2012-де ізденіс жұмыстарына 42 миллиард теңге бағытталады. Ал 2014 жылы ішкі жалпы өнімнің 1%-ын құрайтын сома ағарту саласының қажетіне жұмсалады. Бірақ қаржының қайтарым болу керек. Елбасы ғалымдарға 10 абсолюттік инновацияның жобасын дайындау міндетін жүктеді. Яғни ғалымдар өзгелде жоқ, бізде ғана бар деп мақтанатын инновацияның авторы болуы керек. Бұл жаңалықтар қазақтың шұрайды тілінде басылып шықса құбағып, мемлекеттік тіл ғылым тіліне айналуы тиіс. Егерде қазақтың тілінде жаңағы Билл Гейтстің ашқанындай жаңалықтар, космостағы биологиялық жаңалықтар қазақтың тілінде ашылатын болса, қазақтың тілі бүкіл дүниеге жүреді.
ағылшынның тілі, интернеттің тілі, ғылымның тілі. Мінекей қазақтар, егерде тілімізді біз дүние жүзіне жаямыз десек, біз ғылымды қазақ тілінде, қазақтың ішінен шығарайық. Бүгінде ғылымда жүрген 17 мың адамның 25% жастар. Ғалымдардың орташа жасы 55-те. Ағыл жастан екенін ескерсек, салаға жігерлі жаңа буынды көбірек тарту міндеті тұр. Аға буынның ғылымға үнемі қамқоршы бола білген қазақ президентіне алғысы шексіз. Саладағы соны бастамалар үшін ел тәуелсіздігінің 20 жылдық мерейтойы қарсаңында елбасына ғасыр ғұламасы деген ең жоғарғы ғылыми атақ берілді. Әрі үздік ғалымдарға құрмет 3-ші дәрежелі барыс ордендері табысталды. Жайнагүл Төлеміс, Ерболат Кәкімбай, Апта KZ.